Ананас. Ананас бромелиялар тұқымдасына жатады. Бромелия тұқымдасына жатқанымен, ананас басқа бромелиялар сияқты эпифитті емес, яғни ылғалдылықты ауадан алып, басқа өсімдіктің үстінде өспейді, топырақта өсіп өнеді. Отаны орталық Бразилия, тропикалық және субтропикалық аймақтарда таралған. 8-ге жуық түрі кездеседі. Қысқа сабақты, жапырақтары бір-біріне тығыз жанаса сабақты айнала орналасқан. Жапырақтары семсер тәріздес, ұзын сүйір, қатты, қалың қабықты, шеттері өткір тікенді болып келеді. Табиғатта есейген өсімдіктің бойы 1 метрге, диаметрі 2 метрге дейін өседі. Жапырақтарының ортасынан етті жуан негізгі сабағы шығып, сабақ басына 30-60 сантиметрлік гүл шешек атады. Гүлдеп болған соң жеміс береді. Жемісі 4-5 айда жетіліп өседі. Жемісінің ортасынан негізгі сабақ өсіп шығып, тәжге ұқсас жаңа қысқа сабақ жапырақтар шығарады. Жапырақтарының біркелкі жасыл түстісі, сарғыштау, ақ жолақтары бар түрлері болады. Кәдімгі өзіміз жеп жүрген ананасты үйде жапырақ қалымшесімен өсіруге болады екен. Ол үшін жемісінің басында жақсы шоқтанып өсіп тұрған жапырағы бар ананасты алу керек. Қалемшенің жемістің 2-2,5 сантиметрдей бөлігімен бірге кесіп алады. Төменгі 10-15 жапырағын бір-бірлеп алып тастауға болады. Жемісінің жұмсағын тазалап алып тастайды да марганцовка ертіндісіне шайып, ағаш көмірін жағып, 2 күн көлеңкелі жерде кептіреді. Кепкен көшетті бойы аласа кеңдеу түбекке отырғызады. Суғарып, су бүркіп, ылғалдандырып тұру қажет. 24-22 градуста, яғни жылылықта, жарық жерде 1-1,5 айда тамырланады екен. Тікелей жарық және жарық жерде өсетін ол ананас. Қыста 180 градустан төмен болмағаны абзал. Ал жазда жиірек, қыста азырақ суғарады. Су бүркуді көп қажет етпейді. Көктем жаз айларында 2-3 аптада 1 рет толық минералды тыңайтқышпен қоректендіріп, қыста қоректендірмейді екен. Ананас әлемдегі ең пайдалы жемістердің бірі. Оның шырынның адам денсаулығына пайдасы өте мол. Ананас жылу сүйгіш, жарық сүйгіш және құрғақшылыққа төзімді өсімдік. Ананастың жемісі өте дәмді әрі пайдалы. Ананас шырындағы ферменттер ас қорыту барысында пайдасын тигізеді. Құрамындағы ферменттердің атқаратын қызметі трипсин ферментіне өте ұқсас келеді. Диеталық қасиеттері де бар. Ананас жемісін жеген кезде ол піскен болуы керек. Піспеген жеміс ерін мен ауыз қуысын зақымдайды екен. Ананастың құрамында барлық дәрумендер мен көптеген минерал заттар бар. Ананастың құрамында минерал заттар калий, темір, мыс, мырыш, марганец, магний, кальций және йод. Ананас қан қысымын төмендетуге және қан тамырларының қызметін жақсартуға қызмет етеді. Ананастың көптеген аурулардың алдын ала хабарын алуға тигізер көмегі де аз емес. Қазіргі таңда көптеген зерттеуші дәрігер мамандар ананастың құрамындағы ферменттердің көмегімен рак ауруларын емдеу ісінің тиімділігін арттыру мақсатында жұмыстар жасауда. Ананасты тұрақты түрде қорек етудің пайдасы онкологиялық ауруларды алдын ала ескертуге керемет әдіс ретінде саналатынын дәлелдеді. 100 грамм ананастың шамамен 80% дәруменге толы, әсіресе С дәрумені. Сонымен қатар жемістің құрамында жүйке жүйелер мен иммунды жүйелердің қалыпты жұмыс жасауына көмектесетін В1 және В6 дәрумендерде кездеседі. Ананастың 100 граммда 50 калория бар. Оның құрамында май болмағанымен ас қорыту жұмысын жақсартатын жоғары мөлшерде жасұнық бар. Ананас бүкіл әлемде кеңінен таралған, шикі және консервіленген түрде де қолданылады. Ананас шөбі тек тропикалық елдерде ғана емес, Ресейде де кең таралған. Қазіргі уақытта ананас сатып алу қиын емес. Ананас пайдасы мен зияны барлық жағынан қарастырыңыз. Сіздердің көпшілігіңіз осы дәмді хош иісті жемістің дәмін татып көрдіңіздер. Сырттай бұл қабыршақпен жабылған бұдырға ұқсайды. Шырынды және өзінің хош иісімен еліктіретін целлюлоза бұл табиғат кереметі. Ол бәріне ұнайтыны сөзсіз. Ананастың дәмін бір рет көрген адам оның дәмін өмір бойы есте сақтайды. Бразилия ананас туған жер болып саналады.
ол әлі күнге дейін жабайы табиғатта өседі екен. Ананас құрамында бета-каротин сияқты микроэлементтер бар. Бұл астма даму қаупін азайтуға көмектеседі. Сонымен қатар, ол ағзаға оң әсер етеді және осылайша қабынуды жеңілдетуге және демікпе шабуылдарын жоюға көмектеседі. Ананастың пайдасы бұл көңіл-күйді жақсартуға, депрессиямен күресуге және жүйке жүйесін тыныштандыруға көмектеседі. Ананас седативті әсер ететін триптофан амин қышқылының тамаша көзі болып саналады. Бауыр деннің зертханасы болып саналады және тағамды қоректік заттарға айналдыруға жауапты маңызды мүшелердің бірі болып табылады екен. Бауырға бұл функцияны орындауға көмектесу үшін дәрігерлер ананас диетаңызға қосуды ұсынады. Бұл жемістерді үнемі тұтынатын адамдарда қандағы қант проблемалары болмайды екен. Ананас бауырдың дұрыс жұмысына ғана емес, сонымен қатар ұйқы безінің жұмысына да ықпал етеді. Ананас арқасында липогенез деңгейі жоғарылайды. Басқаша айтқанда, май түрінде жинақталған қоректік заттардың ыдырауы орын алады. Семіздік қаупі төмендейді. Ананас жеу сіздің салмағыңызды бақылауға және сау айналымды жақсартуға көмектеседі, инсульттың қаупін азайтады екен. Голландиялық биохимиктер ананасты зерттегенде, оның құрамында бүйрек үсті безі мен аналық без шығаратын гормондардың құрамына кіретін стероид тәрізді заттар бар екенін анықтады. Мұндай компоненттер ішекке оңай сіңіп, қанға еніп, стероидты гормондардың синтезіне әсер етеді екен. Эндокринологиялық зерттеулер ананас құрамындағы заттар альдостерон селекциясына әсер етіп, бүйрек үсті безінің жұмысын бақылайтынын көрсетті. Осылайша, ананас жеу ерлер мен әйелдердің құнарлығындағы маңызды гормондар секрециясының қалыпты деңгейін сақтайды екен. Британдық ғалымдар ананас жеудің денсаулыққа пайдалы әсерін анықтады. Олар ананас үнемі тұтынатын адамдарда өзін-өзі сақтау инстинкті күшейіп, түйсігі дамығанын анықтайды екен. Сонымен қатар, ананастың артықшылығы олар артрит пен буын ауруына шалдыққан адамдарға көмектеседі де жараның жазылуын тездетеді және қабынуды азайтады екен. Сонымен қатар, ананас спорттық жараларды, соның ішінде дислексияны емдеуге пайдалы. Зерттеулер жаңа піскен немесе мұздатылған ананас шырының ұзақ уақыт қолдану қабынуды айтарлықтай төмендететінін көрсетті. Бұған бормелайн деп аталатын белсенді фермент көмектеседі. Ананасты жиі тұтыну гипертония қаупін азайтады және қан қысымының деңгейін реттейді. Бұл ананас құрамындағы калийдің көп болуымен және натрийдің аздығымен түсіндіріледі. Ананас құрамында талшық бар. Ол ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартуға көмектеседі. Сонымен қатар, талшық ағзаны токсиндерден тазартуға, денеден артық холестеринді кетіреді екен. Ананасты жүйелі түрде қолдану ішектің моторикасын жақсартуға және іш қатуды жоюға көмектеседі. Ауыр кешкі астан кейін немесе түскі астан кейін асқазаныңыз ауыр болғанда жаңа ананастың кішкене бөлігін жеген пайдалы. Бұл асқазан белсенділігін арттырады және ақуызды тағамдарды ыдыратады, осылайша тағамның ас қорытуы жеңілденеді екен. Ананас құрамындағы С дәрумені коллаген өндірісіне ықпал етеді. Коллаген өз кезегінде байламдардың серпімділігін қамтамасыз етеді. Сүйек пен шеміршек тінін нығайтады. Ананас марганец пен калийге бай, сүйектің өсуін арттырады екен. Сонымен қатар, ананас десең нығайтады. Тіс эмалін нығайтады және беляшкаларды кетіреді екен. Бүйректің дұрыс жұмыс істеу үшін де ананастың шырыны өте қажет. Ол денеден артық сұйықтықты кетіреді және ісікті азайтады. Сусын қандағы холестерин деңгейін қалыпқа келтіреді екен. Ананас құрамында йод бар. Ол қалқанша безінің жұмыс істеу үшін өте қажет. Бұл жемісті қолдану қалқанша безінің қызметін реттеуге көмектеседі. Әсіресе зоб пайда болған кезде ананас қолдану қажет екен. Ананас шырыны көптеген жылдар бойы диетологияда қолданылған. Бұл артық маймен күресуге көмектеседі. Сонымен қатар тағамды сіңіреді, ауырлық пен метаболизмнен құтқарады. Сонымен қатар оның құрамына кіретін серотониннің әсерінен аштық сезімін басады. Ананас құрамындағы В1 дәрумені салмақ жоғалтудың тамаша құралы. Сонымен қатар ананас құрамындағы су мен калийдің көп мөлшері денеден артық суды ғана емес,
токсиндерді де шығаруға мүмкіндік береді екен. Ананас аштық сезімін керемет түрде жояды. Осылайша сіз аппетитіңізді басқара аласыз және тоңазытқышқа барудан бас тартасыз. Жүкті әйел үшін ананас міндетті болып табылады. Ол әйел денесінің ұрықтың дамуына пайдалы әсер ететін пайдалы микроэлементтермен қанықтырады екен. Ғалымдар таңертең жаңа ананас жеу токсикоздан болатын жүрек айну мен құсуды кетіретін бұрыннан дәлелдеген. Жүрек айнудан құтылу үшін ананас шырынын ішу керек. Жүрек айнуды жоятын әсер оның құрамындағы дәрумендер мен минералдардың көп болуымен және әсіресе В6 витаминінің көп мөлшерімен түсіндіріледі. Сонымен қатар ананас терінің күйін жақсартады екен, ісінуді басады және жараларды емдейді. Тағы да қартаю дақтарын кетіреді және теріні ағартады. Целлюлитке де көмектеседі екен. Ананастың бізге берер пайдасы өте көп. Ананас қандай жақсы қасиеттерге ие болса да, оны шамадан тыс қолдану апатты нәтижеге әкелуі мүмкін. Алайда барлық қарсы көрсетілімдерге қарамастан ананас пайдасы әлде қайда көбірек. Сондықтан ананас бұл салмақ жоғалтуға ғана емес, сонымен қатар бүкіл дененің жағдайын жақсартуға көмектесетін пайдалы заттардың қоймасы деп сенімді түрде айта аламыз. Оның пайдалы қасиеттері өте көп. Зиянды қасиеттері бар. Зиянды қасиеттеріне бала емізетін әйелдер мен 6 жасқа дейінгі балаларға ұсынылмайды. Аллергия тудыруы мүмкін. Дәрілермен үйлеспейді. Тіс ауруларын тудыруы мүмкін. Асқазанның қышқылдығын арттырады. Сондықтан ананастың пайдасы мен зиянын біле жүріңіз. Ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.